Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар? Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының кезекті 4-ші тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. 5 сәуір сенбі күні Көкшетау қаласында жергілікті оқжетпес қостанайлық Тобыл командасын қабылдады. Бұл кездесудің бірінші таймы голсыз аяқталды. Екінші таймда ойынның 67 минутында көкшелік Нияз Ыдырысов екінші сарғағаз алып алаңнан қуылды. Нәтижесінде қостанайлықтар матчқа қосылған қосымша уақытта гол соғып, жеңісті жұлып кетті. Гол авторы қазақстандық Александр Зуев. Алексей Шевченкоға қателесіне қатып күтпеген жерден толды екен есіңдесін оңға толға ойысты айланың сыртынан соққы. Шевченконың қатесін қалай кешіресің бұдан кейін ешқандай да қолтығының астынан өте шықты. Әміне тоғыз бір осынша бейжай ойнауға болмас еді. Александр Зуев осылайша бір тамаша мүмкіндікті сәтті пайдаланып кетті. Қорытынды есеп 0-1 Тобылдың жеңісі. Алматыдағы Хан Тәңірі стадионында өткен Талдықорғандық Жетісу мен астаналық Жеңіс командаларының арасындағы матчта есеп ашылмай, командалар ұпай бөлісті. Астана аренада елордалық Астана командасы шымкенттік Ордабасыны қабылдады. Матчтағы есепті 33-ші минутта Астананың гвинеялық шабуылшысы Усман Камара ашты. Ол Марин Томасовтың пасын голға айналдырған болатын. Результативной передачи, а гол на свой счет записывает Усман Камара. Первый мяч плана наших экранов. Посмотрим еще. Барнолец увидел свободную зону для Марина Томасова. Томасов вошел, обыграл Жимо. И из-под Жимо сделал передачу на Камару. Камара в гордом одиночестве. Причем там даже два игрока в желтой форме находились недалеко от вратарской площади. Вот смотрите, да, Макс Ибон был и рядом с ним Усман Камара. Ну и вот так вот Камара забивает первый мяч, свой первый мяч. Шымкенттік Сұлтанбек Астанов 40-ші минутта әуелеп келген допты баспен соғып, матчтағы есепті теңестірді. Сұлтанбек Астанов міне Ордабасының маусында болды. Ордабасы жанкүйерлер ұзақ күтті. Міне әуелет асырылған баспен ұрған Сұлтанбек, есеп 1-1. Өте тамаша пас болды бұл. Никола Антич. Міне Астана қақпасына Ордабасы гол соқты. 3 тур бойы қарсылас қақпасына саңылау таппаған орда. Екінші таймда Усман Камара матчтағы екінші голын салып, Астананы есепте тағы да алға шығарды. Что творит Камара? Что творит Камара? Падение над спецами. Усман отправляет второй мяч в ворота Ордабасы. Ну ладно, не болельщики, остальные получают удовольствие от забить. Нормально. Давайте смотреть еще раз. Да, хорошая передача. Там Томасов поборолся, скинул. Как раз таки Суларов Токсыбаева поборолся. Вот он Томасов. И из-под малого и Сұлтанбека Астанова Камара отправляет мяч в ворота. Ну что, Камара дубль в прошлом матче. Қорытынды есеп 2-1 Астананың жеңісі. Тобыл арена манежінде Петропавлдық Қызылжар Түркістанның Тұран командасын қабылдады. Есепті алаң иелері ашты. 36-ші минутта көзге түскен Қызылжардың ивуарлық легионері Нене Гымбамбле. Немного, знаете, неоднозначный эпизод, потому что игрок Турана оказался на 1-0. Мұнда Елисей Горшунов апталдан. Араға 4 минут салып Тұран есепті теңестірді. Шоқбоз Омаровтың пасын голға айналдырған белорус Игорь Стасевич болды. Ойыншысы қазір есепті теңестіре алды. Стасевич маңызды ойындарда Астанаға қарсы көзге түсіп жатты. 3 ойыншыны өзіне жетелетіп артынан жүгіртіп келіп Стасевичке 100% 44-ші минутта Қызылжардың тағы бір ивуарлық легионері Сенин Себаи гол салып, Петропавлдықтар тағы да есепте алға шықты. Себай өз соқ ордайлады. Себай және есеп 2-1. Тамаша қазір. Тимурбек Закиров қалай алының ортасынан өткізіп алған көптіңіз. Главненің өз пасына масаттанып Себаймен бірге. Главне байқады бірден.
Сепайдың қарқын алып алдыға қарай жүгіріп бара жатқанын, онымен қатар қаз қатар Өзбекстан қорғаушы Хуршидбек Мұхтар маңда сырғытпа жасап қақпаға қарай өз Ал 66 минутта Туран тағы да есепті теңестірді. Әдемі салынған голдың авторы өзбек футболшысы Бехрузбек Аскаров. тоқсаныншы минутта Туранның ресейлік шабуылшысы Лукас Гурский жеңіс голын салып матчқа нүкте қойды. Керемет есепке алынды бетін атқарып Туранға жеңісті септі сыйлады, әрі қарай не болатын белгісіз Лукас Гурский ұзақ. Аскаровтың пасын керемет пайдаланды. Аскаровтың өзіне футбол үтікші алаңға шықты, гол соқты, енді нәтижелі пас берді. Бехруз нағыз Туранның белді ойыншыларының бірі екенін, маңызды ойыншыларының бірі екенін аңғартты. Шахуз Қорытынды есеп 2-3 Түркістандық Туранның жігерлі жеңісі. 6 сәуір жексенбі күні Атырау қаласында жергілікті Атырау командасы Алматылық Қайратты қабылдады. Бұл кездесудің бірінші таймы 0-0 есебімен, ал екінші тайм Қайраттың ірі жеңісімен аяқталды. Есепті 51 минутта лондондық Челсимен келісім шартқа отырған Дастан Сәтбаев ашқан болатын. Және қақпаға гол соғылды. Алғашқы гол осылайша 50 минутта соғылды. Гол авторы бұл жерде енді жас шабуылшы Дастан Сәтбаев болуы мүмкін. Бірақ деген шампион осы голдың куәсі болды. Дастан Сәтбаев, дәл солай. Бір ғана пас, бір ғана соққы. Бұл жерде ешқандай да 54 минутта Дастан матчтағы екінші голын салып, есепті еселейді. Пройти. Сатбаев выходит 1-1 против него Сиукаев, и это 2 гола юного Кала. Отличный момент, отлично убежал. Вот Приорат. Прекрасно передачу защитников. Дастан даже в штрафную не зашел. На сближение пошел Трау. Прекрасную скорость демонстрирует. Там подсказывал, да. Пора уже выходить. Передача, конечно, прекрасный заброс. Вот что значит неудачная попытка, да, закрепиться. 56 минутта Атыраудың болгариялық легионері Цветелин Чунчуков есепті қысқартқан болатын. Мяч и отыгрываются. Отыгрываются друг с другом партнеры. 1-2. Минут. Сразу 3 мяча надо выйти. Вот она следует. Это подача. Здесь аккуратная скидка. Ну как линии, да, увелись, и Приорат оказался в роли наблюдателя в этом моменте. Хотя здесь удержал, да, Скулак тоже. 71 минутта тағы да сол Дастанның пасынан кейін Қайраттың сербиялық футболшысы Юг Станоев гол салып, есепті 3-1-ге жеткізді. Сапаев және Юг Станоевпен байланыс тамаша орнады. Гол есеп 3-1. Жеңіс. Ну что ж, теперь не стоит вопроса, да, кто станет лучшим игроком матча, безусловно, Дастан записывает еще и голевую передачу себе в актив. Ну а Юг Станоев, давайте так немножко нервно, конечно, закатывает мяч, аккуратно. Ал 80 минутта Қайраттың португалиялық шабуылшысы Жоржиньо командасының 4-ші голын салды. Есеп 4-1. Бұл жерде Жоржиньо әйтеуір
секілді. Устамоевтың да пасы өте қаламады. Қорытынды есеп 1-4. Қонақ команданың жеңісі. Ақтөбеде жергілікті команда Қызылордалық Қайсарды қабылдады. Және бұл матч Ақтөбенің сенімді жеңісімен аяқталды. Ақтөбеліктер матчтағы есепті 14 минутта ашты. Гол авторы Бағдат Қайыров. Қырық үшінші минутта ақтөбеліктер есепті еселеді. Гол салып көзге түскен Дархан Бердібек. Дархан Еркебұлан Сейтахметтің пасын сәтті пайдаланды. Елу бесінші минутта Ыдырыс Омаев Жайрожанның шебер пасынан кейін гол салып көзге түсті. Ал 75-ші минутта Омаев өзі шебер пас шығарды. Оны Оралхан Омыртаев сәтті пайдаланып, Ақтөбенің 4-ші голын салды. Десек те қазақстандық футболшылардан тұратын Қайсар командасы бір жұбаныш голын сала алды. Оның авторы ұлттық құрама командамыздың ойыншысы Айбар Жақсылықов. Қорытынды есеп 4-1 Ақтөбенің жеңісі. Ал 4-ші тур ойындарын Астана Арена стадионында семейлік Елімай мен Жезқазғандық Ұлытау командаларының арасындағы матч аяқтады. Матчтағы есепті бірінші таймның аяғында Елімай командасы ашты. Гол салып көзге түскен семейлік клубтың бельгиялық шабуылшысы Плакка Фессу. жетпіс төртінші минутта Елімай командасы есепте еселеді. Бұл жолы көзге түскен сербиялық шабуылшы Фесал Мулич болды. Ал матчқа 90+3-ші минутта Әділбек Жұмақанов нүкте қойды. Қорытынды есеп 3-0 Елімайдың да ірі жеңісі. Енді назарларыңызға 4-ші тур ойындарынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестенің басында 10 ұпайдан жинаған 3 команда келеді. Олар Қайрат, Ақтөбе және Астана командалары. Кесте соңында 2 ұпайдан жинаған Қызылжар, Қайсар, Ордабасы және Ұлытау командалары келеді. Сұрмергендер тізімін 4 голмен Астана командасының хорватиялық шабуылшысы Марин Томасов бастап келеді. Осымен футболдан 2025 жылғы Қазақстан чемпионатының 4-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. Чемпионаттың келесі 5-ші тур ойындары 19 және 20 сәуір күндеріне жоспарланған. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.